Жоқ, сіздерге рұқсат жоқ. Өйткені сіздер жәбірленушілер бас тартты ғой сіздерден. Сотқа қатысуға ары қарай. Яғни бізден қазір Мейірман Шекеев бас тартты ғой сотқа қатысып, жарыссөзде сөйлеуге соңғы сөзді. Бас тартып отыр ғой, өздеріңіз естіп тұрсыздар ғой. Құрметті сот, аталған өтініш хат ол жеке тұлғаның атынан берілген. Ал бізге сенім хат 5 адвокатқа, заңгерге, заң компаниясының атынан берілген. Яғни қазіргі кезде өтініш хатты Мейірман заң компаниясының атынан беруі тиіс. Алайда ол жеке тұлға ретінде беріп отыр. Сондықтан қазіргі кезде берген өтініш хаты ол негізсіз, сонымен қатар жарыссөзде өтініш хатты жариялау ол болмайды, құрметті сот. Сол үшін Мейірман мырзаның қабылдаған қазіргі кезде өтініш хатын қараусыз қалдыруды сұраймын. Сосын жарыссөзге жіберуді. Құрметті сот, құрметті сотқа қатысушылар, сонымен қатар бізде келісімшарт бар, келісімшартта көрсетілген 5 жұмыс күн ішінде бізге хабарлауға тиіс, біздің қолында шарт бойынша. Ал бізге қазір сотта ғана айтып отыр, яғни сіздер боссыздар деп. Яғни ол қалай ақылға сыйымсыз. Сондықтан осы өтініш Бұл шешімді қабылдайтын тек қана Шекеевтің өзі ғана емес, сондықтан жәбірленушінің өздері қабылдап отырған. Олардың бас тартуына байланысты сіздер сот отырысынан қатысушы ретінде шеттетіліп отырсыздар.